12 сәуірде Қазақстанда ғылым қызметкерлері күні аталып өтті. Біздің түсіру тобымыз Риддердің ғана емес, бүкіл Шығыс Қазақстанның өсімдіктер әлемін зерттеу бойынша ғылыми орталығы болып табылатын Алтай ботаникалық бақшасында болып қайтты. Алтай ботаникалық бақшасы Қазақстандағы ең көне бақшалардың бірі. 1935 жылы Семей тәжірибелік станциясының ғылыми қызметкері Петр Ермаковтың бастамашылығымен қалыптастырылған. Ол табиғи әрі мәдени флораға бай Риддерде орналасты. В 1933 году он 1933 жылы ол Қазақстанның шығысында флораны зерттеген және біздің өңірдің байлығына таң қалған. Экспедициядан оралған соң ол ғылымдар академиясына, ол кезде Кеңес одағының жүгініп, Шығыс Қазақстанда ботаникалық бақшаны жасақтаудың негізін қалаған. Ғылыми әлем оны қолдап, 1935 жылы Риддер қаласының қалалық атқарушы комитеті де қолдап, 80 гектар жер бөліп, сол 1935 жыл ботаникалық бақшаның туған күні деп есептеледі. Бүгіндері Алтай ботаникалық бақшасы іс-әрекеті отандық және әлемдік флораны зерттеуге, сақтауға әрі байытуға бағытталған жемісті орталық. Ботаникалық бақша бұл ашық аспан астындағы жанды өсімдіктердің мұражайы. В настоящее время у нас очень большая коллекция. Қазіргі уақытта ботаникалық бақшада өте үлкен топтама өсіріліп жатыр. Ол табиғи флора экспозициясында ұсынылған. Ол экспозицияда тағамдық, мал азықтық өсімдіктері, емдік, сирек, эфир майлы, декоративтік табиғи флораның өсімдіктері өсіріледі. Гүл өсіретін үлкен телім бар. Онда ұсақ сарымсақты және сарымсақты өсімдіктер де өседі. Дендрарийдің үлкен телімі бар, 15 гектар. Ботаникалық бақшаға экскурсияға келгенде ол үлкен сұранысқа бөленеді. Өйткені онда Солтүстік Америкадан, Қиыр Шығыстан, Европа, Орта Азиядан көшет ағаштар көп. Жергілікті түрлері де көп. 16 гектар жеміс бақшасы. Қазір 14 гектарда қарақат, алма, алмұрт, таңқурай өседі. Дәстүрлі емес түрлері де өседі. Жүзімді, магонияны, теңіз шырғанағын өсіріп көреміз. Алтай ботаникалық бақшасының миссиясы табиғи әрі мәдени отандық және әлемдік флора өсімдіктерінің интродукцияларының ғылыми негіздерін өңдеу. Қазақстанның өсімдік әлемінің биологиялық түрлілігі жағдайын зерттеу бойынша негіздік және қолданбалы ғылыми зерттеулерін өткізу. Осы биотүрліліктің компоненттерінің ғылыми негіздерінің сақталуын өңдеу. Біз интродукцияның ауқымды бағдарламасын дайындадық. Ол интродукцияның ғылыми негіздерін дамытуға бағытталған. Бұл жұмысты Маңғышлақтық ботаникалық бақшасымен бірлесіп істеп жатырмыз. Екі климаттық жағдайды салыстырамыз. Маңғышлақтық ботаникалық бақшасы Ақтауда, құрғақ жерде орналасса, біздің өңір жеткілікті ылғалды. Бұл жұмыс аяқталып қалды. Ботаникалық бақшада сирек өсімдіктер зерттелгенде, өсімдіктердің сақталуы бойынша үлкен жұмыс өткізетін боламыз. Ботаникалық бақша қызметкерлерімен өңірдің сирек әрі жоғалып бара жатқан өсімдіктерінің зерттелуіне аса назар аударылады. Бұл жұмыс бақша ғалымдарымен 30-дан астам жыл өткізіліп келеді. Осылайша 2018 жылдан бастап 2 жыл бойында зерттеу нысаны Қазақстандық Алтай орхидеясының табиғи жерлерде өсуі және Алтай ботаникалық бақшасында интродукция кезінде өсуі болған. Өңірдің бүкіл орхидеялары өте сирек немесе осал, ал сандары популяцияларда жоғары емес екендігі анықталды. 80% орхидей Қазақстанның орхидеяларының 80% біздің өңірде өседі. Табиғаттағы популяциялар зерттеуі олардың өте сирек, осал екенін және сирек жойылып бара жатқан өсімдік ретінде Қазақстанның қызыл кітабына ендірілуі керектігін дәлелдеді. Ботаникалық бақшаның мақтанышы осы зерттеулердің аясында жасақталған Қазақстандағы орхидеялардың жалғыз ғана топтамасы болып табылады. Алтайдың табиғи флорасынан орхидеяның 13 түрі өсіріледі. Бұл өсімдіктердің осы экзотикалық түрлерінің сақталуы үшін аса маңызды. Қазіргі уақытта ботаникалық бақшаның жанды өсімдіктерінің топтамалық қорларында 4,5 мыңнан астам атаулары бар. Алтай ботаникалық бақшасының айрықша қорғалатын республикалық маңызы бар аумақ мәртебесі бар.